Сәлеметсіздер ме? 10-шы сабақ. Жағажайда. Сабақтың мақсаты мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру, өткен сөздерді орынды қолдана білу. Өздерің көріп отырғандай, бүгінгі сабағымыз жағажай туралы болады. Жағажай дегеніміз пляж. Как вы уже поняли, мы сегодня с вами будем говорить на тему пляж. Мәтінді түсініп оқы. Мен жағажайға барамын. Я пойду на пляж. Жағажайда бала көп. На пляже много детей. Мен жақсы жүземін. Я хорошо плаваю. Өзеннің суы тұщы. Речная вода пресная. Бірақ терең, но глубокая. Сондықтан алысқа бармаймын. Поэтому далеко не заплываю. Жағажайда шөлдеймін. На пляже испытываю жажду. Әжем сусын қайнатып береді. Бабушка для меня готовит напиток. Әжемнің сусыны дәмді. Бабушкин напиток вкусный. Сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Әлібек қайда барады? Дұрыс жауап. Әлібек жағажайға барады. Өзеннің суы қандай? Сипаттап айт дейді. Сипаттап айт, это значит нужно описать. Өзеннің суы қандай? Өзеннің суы тұщы, терең, таза. Солай жауап береміз. Тағы не білеміз өзен туралы? Өзен үлкен. Дұрыс нұсқасын айт. Әлібек қайда барды? Нұсқа тұр. Жағалауға, жағажайға дейді. Дұрыс нұсқасы жағалауға. Әлібек жағалауға барды. Екінші, балалар қайда жүр? Дұрыс жауапты таңдаймыз. Жағажайда жүр, мектепте жүр. Дұрыс жауап жағажайда жүр. Үшінші, ол жақсы не істейді? Жүреді ме, жүзеді ме? Дұрыс жауап ол жақсы жүзеді. Өзеннің суы қандай? Өзеннің суы тұщы. Жағажай терең, көркем. Жағажай көркем.